Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз пияз қосылған қатпарлы нан жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмі тіл үйретін қатпарлы нан жасап үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, қамырымызды илеуді бастайық. Бізге керегі ыдыс, жылы су мен тұз, ұн және әрине майонез. Мен қандай қамыр илесем де майонез қосып илеймін. Майонезді жылы суымызға араластырып аламыз, ұнымызды керегінше табағымызға саламыз. Оның үстіне ашытқымызды сеуіп, қамырымызды еуі қанғанша илейміз. Майонезімізді жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Өте жұмсақ қамыр дайын болу керек. Міндетті түрде қамырларыңызды жұмсақ қылыңыздар. Дәл осы қамырмен бауырсақ пісірсеңіздер де өте жұмсақ және өте томпақ, әдемі болып шығады. Илеп болған қамырымызды жылы жерге 1,5 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Оған дейін нанның ортасына салатын пиязымызды тазалап, турап, майға қуырып аламыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, оның үстіне барлық пиязымызды салдық. Тұзын, бұрышын өз қалауыңызша саласыз. Қарабұрыш пен тұз салдым. Жақсылап қуырып, сарғайғанша қуырасыздар. Соның арасынша біздің қамырымыздың да ашып қалды. Қамырымызды алып әдемілеп жайып шығамыз. Өте жұқа болғаны жақсы. Жұқалап жайып болғаннан кейін үстіне біздің дайын болған пиязымызды бір келкетіп салып шығамыз. Пиязымызды жайып болғаннан кейін, оны әдемілеп орап шығамыз. Видеода қалай оралды, солай ораңыздар. Орап болғаннан кейін, нанның формасына келтіріп, дөңгелектеп 5-10 минутқа қамырымызды демалдырып қоямыз. Демалған қамырымыздың үстін тағы да осылай басып жұқартамыз. Осылай істеп болғаннан кейін бетіне жылы орамал жауып, тағы да 5 минутқа қоямыз.
Видеода қалай көріп тұрсыздар, дәл солай үстін басып шығартып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Піскен нанның үстіне ыстықтай кезінде сары май жағып жұмсартып қоямыз. Үй жағдайындағы пияз қосылған қатпарлы нанымыз дайын болды. Егер істеп көрсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!